Жамал. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздердің назарларыңызға жаңа жоба. Не. Thousand years later. Отстань, я не бизнесмен, отстань, я не джентльмен, отстань, я не бизнесмен, отстань, я не джентльмен, Балаларды, оқушыларды жалпы кітапхана ұжымының атынан сіздерге өмірлеріңіз мына шоколадтай тәтті болсын деп біздің кішігірім сыйлығымызды Жамал. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздердің назарларыңызға жаңа жоба. не әңгіме жобасының алғашқы шығарылымының қонақтары өнерлі талантты жастарымыз, өнер мектебінің ұстаздары Батталова Саяна мен Амангелді Алтынай. Алтынай, Саяна біздің шақыруымызды қабыл алып, жаңа жобаның алғашқы қонақтары болуға келіскендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қыздар, сіздерге қояр алғашқы сұрағымыз мынадай. Жалпы өнер саласына қалай келдіңіздер? Қобыз бен домбыраға деген махаббаттарыңыз қайдан пайда болды? Мен өнерлі отбасынан шықтым. Әкем домбыра, баян, аккордеон аспаптарында ойнаған, ал анам хорда ән айтқан. Мен да 9 жасымда ең бірінші домбыра үйірмесіне қатысып, содан кейін 10 жасымда өнер мектебіне қобыз аспабына түстім. Сен қарап, Кішкентай кезімде әкем мені домбыра аспабына баулаған, кішкентай шығармалар беріп, домбыра аспабына үйреткен, сол үшін әкеме өте көп алғыс білдіремін. Және осы домбыра аспабына деген қызығушылығым артып, кейін музыкалық мектепке түсіп, колледжге түсіп, және колледжден кейін осы Аққулы ауданының өнер мектебіне жұмысқа орналастым. Жалпы сіздер осы Аққулы ауданының тумасысыздар ма? Жалпы өзім Павлодар қаласында дүниеге келгем, бірақ та ата-анам осы аудан тумалары. Анам Қарақала ауылында дүниеге келсе, әкем Шарбақты ауданында дүниеге келген, және осында жұмысқа орналасқан кезде Бөтен ауданға келдім деп өзімді есептемеймін. Мен негізі Екібастұз қаласынан боламын. Аққулы ауданына шақырумен жұмысқа келдім. Қазіргі таңдағы оқушылардың ұлттық аспаптарға деген қызығушылығы қалай? Жалпы қазір балаларды бір нәрсеге осы қызықтыру өте қиын. Қазір мейлінше енді біз осы аспапқа деген қызығушылықты заманауи шығармалармен қызықтыруға тырысамыз. Өйткені қазіргі балалар классика мысалы тыңдамайды. Сол себепті репертуарларына осы қазіргі заманғы шығармаларды қосып, балаларды осы өнерге баулудамыз. Болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? Болашақта біз балаларды өнерге баулып, олардың музыкаға деген сүйіспеншілікті арттыруға жоспарлап отырмыз. Жақсы, өте керемет, мақсаттарыңыз өте керемет екен. Жалпы өнерлі жастардан бір туынды сұрамасақ, бізге сын болар. Қыздар, сіздерден бір туынды болса.
жалпы біздің кітапханамыздың тұрақты қонақтарысыздар, әрбір біздің іс-шарамызға белсенді түрде қатысып отырасыздар. Біздің кітапханамыздың әлеуметтік желілерін бақылайсыздар ма? Жалпы біздің кітапханамыздың жұмыс форматы сіздерге ұнайды ма? Әрине біз сіздерді әлеуметтік желіде бақылап тұрамыз және қолымыз бос кезде сіздерге келуге тырысамыз. Сіздердің әсіресе кешкі кітапхана жобаларыңыз өте қатты бізге ұнайды, өте қызықты өтеді және не әңгіме жобасы да өз жалғасын табады деп сенеміз. Мен де сіздердің инстаграм парақшаларыңызға жазылдым. Өте қызықты, әртүрлі ақпараттар көремін, рецепті. Және де сіздердің кешкі кітапхана жобасына белсенді қатысып отыруға тырысамын. Қыздар, бос уақыттарыңызда немен айналысасыздар? Бос уақытымда мен спортпен шұғылданамын, теннис және волейбол ойнаймын. Және де тек қана спортпен емес, музыкамен де айналысып, қобызбен дайындаламын. Бос уақытымда әрине де музыкамен шұғылданамын. Одан бөлек караоке айтқанды жақсы көремін. Қалада анамның үйінде болған кезде екеуміз құрақ көрпе тігеміз. Және де осы тағы бір хоббиім, ол уақытым көп болған кезде кітап оқимын. Керемет. Жалпы мына кітап оқисыздар ма? Соңғы қандай кітап оқыдыңыз? Мен көбінесе классика және роман жанрларында кітап оқимын. Ең соңғы оқыған кітабым ол Экзюперидің «Маленький принц» кітабы. Ең ақырғы оқып шыққан кітабым ол «Махаббат қызық мол жылдар» Әзілхан Нұршайықовтікі және қазіргі таңда Қаржабай Омаровтың «Әке» деген кітабын оқу процесіндемін. Алтынай, Саяна, сіздерге осындай керемет сұхбат бергендеріңіз үшін, қонақ болып келгендеріңіз үшін шын жүректен үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға жеміс, отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Кітапхана ұжымының атынан сіздерге өмірлеріңіз мына шоколадтай тәтті болсын деп, біздің кішігірім сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.